Hi everyone, how are you? How are you things? Бүгін сіздермен тағы да мен Бақытгүл Happy English каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде 4-ші сабақ. Өткен сабақтарда алфавитті талдадық, фразаларды талдадық ағылшынша. Бүгінгі сабақта біз сіздермен осы ағылшын тіліндегі буындардың түрлері, яғни осы буындарды түрлерін біле отырып, сіздер сөздерді дұрыс оқи алатын боласыздар. Сондықтан осы сабақты мейлінше мұқият қарап шығыңыздар. Жалпы қазақ тіліндегі сияқты ағылшын тілінде де буындар бірнеше түрге бөлінеді. Осы ағылшын тілінде негізгі 4 буын түрі бар, және де қосымша тағы 2 буынның түрі бар. Сонда жалпы буын түрі 6. Осы 6 буын түрін дұрыстап меңгеріп алсаңыз, ағылшын тіліндегі кез келген сөзді дұрыс оқи алатын боласыздар. Олай болса, кеттік сабаққа. Және де осы каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Мен келесі қандай видео көргілеріңіз келеді, сол туралы жазсаңыздар да болады. Жақсы, олай болса сабаққа көшейік. What is a syllable? An uninterrupted segment of sound which is formed by opening and the closing mouths to form vowels. Every syllable must have a vowel. Some syllables have 2 vowels that make one sound. You count syllables by listening to how many vowel sounds you hear. That, napkin. Яғни сөзде қанша дауыстар бар, сонша буын болады. Мысалы, that сөзі 1 буынды, napkin сөзі 2 буынды. Бірақ мысалы ағылшын тілінде 2 дауысты дыбысы бар, бірақ 1 буынды сөздер бар. Ол мысалы meat. 6 syllable types: closed, open, magic E, vowel theme, are controlled, consonantly. Алдарыңызда буынның 6 түрі, яғни қазір осы 6 түріне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Closed, яғни бұл жабық буын деген сөз, vowel деген дауысты, consonant дауыссыз. Мысалы, cat, pet, cup, napkin. Бұның барлығы жабық буын. Келесі буын түрі ашық буын, яғни vowel деп тұр, vowel дауыстыдан аяқталу керек. Go, me, baby, to. Magic E, vowel consonant E, яғни дауысты, дауыссыз одан кейін келетін E. Мысалы, cake, mate, kite, bone. A controlled, яғни дауыссыздан кейін келетін A дыбысы. Мысалы, star, hair, bird, bomb, burn. Бұл буынның қосымша түрі vowel theme деп аталады, яғни 2 дауыстының бірігіп келіп, 1 дыбысты беруі. Boat, play, meet, pie, mean. Осы сөздерде кездеседі. Consonantly, яғни дауыссыз одан кейінгі келетін ли. Мысалы, turtle, table, circle, purple. Бұл буынның қосымша 2 түрі туралы көп жерде айтылмайды. Көп оқулықта да қарастырылмаған бұл түрлер. Осымен буын түрлерін қарастырған сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше, каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписка жасап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Комментарий қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Goodbye everyone!